әдетте нарықты зерттеуге арналған воронка бойынша біз осы таблицаны қолданамыз, яғни марафон таблицасын қолданамыз. Бұл воронка бойынша бізде 3 сайт болады: чек-лист, яғни лид магнит ұсынылатын сайт болады, ото сайты және марафон сайты болады. Сол марафон осы 3 сайт бойынша аналитикасын жасау үшін бұл таблица қолданылады. Бұл таблица бойынша бізде ең бірінші общий расход деген параметр бар. Ол параметр автоматты түрде есептелінеді, яғни бұл жерге түк жазудың керегі жоқ. Одан кейін расход на блогера деген бар. Егер сіз блогерге жарнамаңызды берсеңіз, блогер жарнама жасау керек болса, онда оған кеткен ақшаны осы жерге жазу керек болады. Оны дата бойынша міндетті түрде күнбе-күн жазу керек. Мысалы, егер сіз блогерге рекламаны 1 май жасатсаңыз, онда сол 1 май күні сол параметрді толтыру керек. Количество посещений сол блогерден сайтқа өткен адамдар санын айтады. Оны біз бөлек сайт жасап Яндекс Метрика арқылы тексеруімізге болады, немесе блогердің переходтары бойынша, яғни сол сайтқа өткен адамдар санын жазу арқылы бұл метриканы қарай аламыз. Одан бөлек біз егер таргетке жарнама берсек, онда таргеттің параметрларын жазу керек болады. Бірінші сол таргетке кеткен ақша. Егер мысалы 70 000 теңге ақша кетсе, одан кейін количество показов жазу керек. Количество показов мысалы 149 834 показ болсын, сонша адамға көрсетілсін бұл реклама. Одан бөлек клик жазу керек. Клик 1932 клик болсын. Және де CTR-ды автоматты түрде санайтын болады. CTR бөліміне түк жазудың керегі жоқ, өйткені бұл жерде автоматты түрде формула тұр. Біздің жағдайда ол 1,29% болып тұр. Одан бөлек цена кликаға да тиіспеу керек, өйткені бұл жерде формула дайын тұр. 36,23 теңге. Цена клика ол бізде бір клик үшін таргетке кеткен ақшаны санайды, яғни бір кликті біз қанша теңгеге сатып алдық, соны көрсетеді. Одан бөлек біз сайттардың метрикаларын қарауымыз керек. Сайттарда 3 сайт бойынша қанша посещение болды, конверсиялары қанша болды деген метрикаларды қарау үшін біз міндетті түрде посещениялар санын қарауымыз керек. Посещениялар санын, әрбір сайттың посещениялар санын қарау үшін біз Яндекс Метриканы қолданамыз. Яндекс Метрика деген metrika.yandex.ru деген сайтта өзіңіз регистрация жасап, счетчикте өзіңіздің сайтыңызды қойып, күнделікті қанша посещение болғанын қарай аласыз. Яғни қараңыз, вчера деген күнді таңдап, біз кеше мына сайтта қанша посещение болғанын біле аламыз. Мысалы, 1582 посещение болды. Немесе оны біз тильда немесе таплинг сайттарында посещениялар деген статистика деген бөлімде қарай аламыз. Ол жақта күнбе-күн қанша посещение болды, соны көруге болады. Біз міндетті түрде чек-лист, яғни лид магнит ұсынылатын сайтты жазуымыз керек, қанша посещение. Содан кейін ото сайтында қанша посещение болды, және де марафон сайтында қанша посещение болғанын жазуымыз керек. Және де конверсия ол автоматты түрде өзі есептелінеді. Мысалы, мына жерде клик 1984 болсын, количество посещений 1812 болсын, количество сайт ото 1321, және де мына жақта 956 посещениялар болсын. 791 болсын. Бұл параметрлер, яғни конверсия в сайт чек-листа дегеніміз, ол клик басқан адамдар санынан қаншаусы сайтты аша алды, яғни открываемость сайта деген болады. Лид магнит ұсынылатын сайттың открываемость сайты осыны көрсетеді. 91,33% болды, яғни бұл параметр шамамен 85%-дан жоғары болса, жақсы деген көрсеткішті көрсетеді. 85-90%-дан жоғары болу керек. Содан кейін конверсия сайт ото дегеніміз, ол лид магнит ұсынылатын сайттың өтімділігін көрсетеді, яғни сайт өтімділігін көрсетеді. Егер сол бірінші сайтта адамдар сол сайт оларды қызықтыра алып, ары қарай өтуге қызықтырса, онда олар сол кнопканы басады да келесі сайт ашылады. Сол сайттың ашылуы ол дегеніміз алдыңғы бірінші сайттың
лид магнит ұсынылатын сайттың өтімділігін көрсетеді. Шамамен сол 70%-дан жоғары болу керек. 70-60%-дан жоғары болу керек. Одан кейін марафон сайты. Марафон сайты дегеніміз ото сайты, марафон сайтының конверсиясы дегеніміз, ол ото сайтында көбінесе видео болады. Сол видеоның өтімділігін көрсетеді. Яғни егер видео адамды, клиентті қызықтыра алса, видеоны ары қарай әрекет жасауға, ары қарай кнопканы басуға қызықтырса, онда ол сайт жақсы деген көрсеткішті көрсетеді. Яғни ол да шамамен 60%-ды көрсету керек. 50%, 60%-дан жоғары болу керек. Және де ары қарай количество продаж на марафон. Егер шамамен 30 марафон сатылса, онда ол марафон сайтының өтімділігін көрсетеді. Яғни 379% ол марафон сайтының сата алу қабілетін көрсетеді. Яғни егер марафон сайты сатылса, онда ол 379% деген көрсеткіш ол жақсы. Яғни 10%дан жоғары болу керек. Мына жаққа өзіңіздің стоимость марафоны жазу керек. Яғни егер 1000 теңге болса 1000 теңге, 2000 теңге 2000 теңге, содан кейін выручка с продаж ол автоматты түрде есептелінеді. Яғни қанша марафон сатылды, соны марафон бағасына көбейтіледі, содан выручка шығады. Таза пайда дегеніміз ол жаңағы выручкадан марафонды сатып алады, сол жерде выручка шығады, сол выручкадан общий расходты азайтқан кездегі таза пайда солай есептелінеді. Одан кейін ROI дегеніміз ол возврат инвестиций. Яғни сіз таргетке өзіңіздің расход, осы марафон жүру үшін, осы воронка жүру үшін расход болды ғой, сол расходтың қанша пайызын қайтарып алдыңыз, сол параметрді көрсетеді, пайыздық көрсеткішпен көрсетеді. Яғни ол выручкадан расходты азайтып, расходқа бөлгенде пайыздық мөлшермен көрсетеді. Мысалы, егер расход на блогера таргетке, мысалы, мына жерде 50 продажа болсын деп айтайық. Ал жақта таргетке 32.000 теңге кеттік деп айтайық. Яғни расход 32.000 теңге болды, таза пайда 17.500 теңге болды, ROI 54-69%. Негізі ROI 0-ден жоғары болса, уже ақталды деген сөз. Яғни ақталды дегенде таза пайда 0 деген сөз. Яғни сіз ақша алғанда жоқсыз, құртқан ақшаңызды просто қайтарып алдыңыз. ROI-ның жақсы көрсеткіші ол міндетті түрде 100%-дан жоғары болу керек. 100%-дан жоғары болса, яғни сіз общий расходқа кеткен ақшаны, сол ақшаны выручка ретінде, таза пайда ретінде алдыңыз деген сөз. Яғни ROI міндетті түрде жақсы көрсеткіш көрсету үшін 100%-дан жоғары болу керек. Бұл марафон жаңағы нарықты зерттеуге арналған воронка бойынша таблицаның аналитикасы.